Ассалаумағалейкум. Кеше бір ерігіп отырып тендер белгілей салғанмын. Мына мемлекеттік сатып алу ғой енді міне. Нарада не шығыпты міне. Мой договор согласования келген. Договор согласования. Қазір бұны ашып қараймыз. Бір ең арзан тендерді белгілей салғанмын кеше. Қандай десем болады сіздерге? 350 теңгеден белгілеген мұнда. Не сұраған? 350 теңгеден. Перчатка резиновый неге? Мекемеге. Мында қандай мекеме мына жерде? Қазір айтайын сіздерге. Резиновый перчатка сұраған мекеме. Қандай мекеме мына жерде? Иә. Договор и согласование аша салайық. Перчатка сұраған резиновый. Бұл жерде енді резиновый перчатка сұраған 350 теңгеден жаздым мен, 310 теңге деп белгілей салғанмын. Сол енді бүгін шығып тұр екен. Менің белгілеген тендерімді. Міне, Ақтау қаласы әкімдігі электр желілер басқармасы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын. Ақтау қаласы дейді да. Ақтау қаласы 100 штук 310 теңгеден белгілеген, маған шығып тұр енді. Бұл Алматыда барахолкіде 100 теңгеден осы мына перчаткалар. 100 теңгеден, иә. Мен мынаны 100 штук қазір есептеп қараңыз, енді 100 штук 210 теңге, 210 теңгеден 100-ін 21, 10 мың теңгеге алам мысалы, 21 мың теңге пайда көрем. 31 мың ғой енді общий бағасы. Мен ұтып алғаным 31 мың теңге. 31 мың теңге 3 адамның ішіне ұтып алып тұрмын. 31 мың теңгені. Енді мынада 100 штук деген міне количество объем. Цена 310 теңге. Иә. Мынада 31 мың теңге міне. 31 мың теңге. 31 мың теңге. Мен мына 100 штук қолғапты Алматыда барахолкіде 100 теңгеден алам. 210 теңгеге 210 теңге қосылады ғой енді 310 теңге. 210 теңге менің пайдама. Мысалы 31 мыңның 3% қанша? 3% 31 мыңның мысалы 310 теңгеден 900 почти 1000 теңге ғой енді 3%. Оны налог ұстайды 30 мың. Сонда мен 10 мың теңгеге 20 мың пайда көреді екенмін. Көрдіңіздер ма? Жай кеше белгілей салғам осы тендерді. Мемлекеттік сатып алуды. Жақсы.